Sırf suhbatımızda Ayşegül ağayımızdan başlayımız. Ayşegül ağayımız Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі екен. Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері. Ayşegül ağай, сіз өнер жолын қалай бастадыңыз? Өнер жолын негізі адам туылғаннан басталынады негізі. Бірінші классқа барады, екінші классқа барады, үшінші классқа барады. Мен өзімнің анам негізі тігінші болған. Соғыс кезінде солдаттарға, ауыл арасындағы үлкен кісілерге, балдарға, кейбір шалдарға деген шапан, көйлек сондайды тіккен адам. Сол кезде менде де қызық бастады. Не үшін? Өйткені әдемі көйлектерді көремін, әдемі тіккен тоқымаларын көріп, құрақ көрпешелерін көріп, сол кезде жаңағыдай өзімнің анама мен түйме жинап беретін. Түйме кәдімгі түймелерін әртүрлі болады, әртүрлі формада болады, мысалы қызыл, сары, әртүрлі жаңағыдай тестеріне, төрт тес, екі тес сияқты өзінің артында несі болады, жаңағы кәдімгі баяғы өзінің қазақи өнердің түймелері. Сол кезде басталды, бірақ негізі сегізі болды, тоғыз класты бітірсін мен жаңа осы әке-шешем айттым, Қастеев атындағы суретшілер училищесіне түсірдім. Түсірді, маған баланың өзі, мысалы, бір жерде жұмыс істеймін, бір жерге барып оқимын десе, ол қадірді қажет жоқ. Соған ұмтылып тұр. Бір жерге болады, бухгалтер болады, юрист болады, олар жоғалға оқуды, алдында сөйтіп жүретін. Ешнәрсе кедергі болған жоқ, басқа болып келдім, әкеммен бірге келіп, осы жатақханада әкеммен орналастырып кеттім, соған зат бастадым, үштім, 4 жыл оқыдым. Ол кездегі мамандығым сурет және сызу пәнінің мұғалімі ретінде суретшілерінде соны бітіріп шықтым. Өзімнің ауылға барып, өзімнің Қарасқы совхозы, Арыстың жанында, бер жағында. Сол жерде суретші болып жұмыс істедім бір жылдан кейін армияға кеттім 2 жыл. Неге Москвада жұмыс істедім, ол жақта да енді ол жерде де музыкант, художник, суретшілерді обязательно бір часқа өздерін алып қалады, ешқайда жібермей. Сол сияқты ояқта суретші болдым, қайтып келдім, келгесін Алматы мемлекеттік театральный художественный институты болған, қазір Жүргенов атындағы академия, сол жерде 5 жыл металлды өңдеу мамандығын, сәндік өнердің металлды өңдеу мамандығын бітірдім. Бітіріп келгесін осында келіп, осы өзімнің фундамент дейді ғой, сол осы жерде бастаған, осы жерге мұғалім болып келдім. Ол кезде қолөнер факультеті жоқ қой, бөлімі. Сондықтан келгесін бұл жерде агитация деген мамандықтар болатын, художественный оформитель деген мамандықтар болды, соларға 2 жыл сабақ бердім. Ол 2 жылдан кейін енді мен мамандығым жергілік мамандық қой, суретші жергілік атса да болады. Болмаса сәндік өнердің мұғалімі десе де болады. Сөйтіп осы жерге келіп жаңағыдай біз қолөнерді ашайын деп отырмыз, соны сен металдан жүргесін, металды өзіңіз алып шыққыңыз деп. Сол кезде металмен бірге тері мамандығы, ағаш мамандығы бірге ашылды. Сосын бізде болады материально-технический база біздің мамандыққа өте қиын негізі. Ол кезде еш жерде қазірде бекіл любой жерге барып инструмент ала салу деген жоқ, барлығын тасыдым негізі. Ешқандай без командировочный, без ничего, өзім Алматыны ювелирный фабрикалар бар, солармен аралап жүріп тоқырлармен жолығып, соларға істетіп, ол кезде ондай
нелер болмайды есімде құрал саймандар бәрі тасыды, материал да тасыды. Мысалы как положено жаңағы накладноймен 100-150 килограмм әртүрлі жаңағы диаметрлі сымнан, әртүрлі қалыңдықтағы жаңағы мельхиор жаңағы металдан сөйткен осы жерге бастап содан бері әлі мұғалімдік келе жатыр. Дұрыс. Әшеге негізі дұрыс айтасыз, кәдімгідей мынау балаларға неге қасиетті ұмтылғаны, мысалы өзіне бір темірмен жұмыс істегісі келмей, соны бетін қайтармаған дұрыс айтасыз. Қазір екінің бірі үйрейсіз, болмайтын мамандық алады да сандыққа сап қояды мысалы. Не жұмыс істемейді. Мысалы, енді ең сұрағым ұстаздың бойында қандай қасиеттер болу керек? Ұстаздың бойында ол ең бірінші именно қай салада ұстаз болатын болса, мына ішкі дүниесінде өзінің деген, өзінің творческий, мысалы, шығармашылық туындылары міндетті түрде болу керек. Егер де ол шығармашылық туындылар болмайтын болса, мысалы, өзің жұмыс істемесең, балаға сен ешнәрсе бере алмайсың. Өйткені өзіңнен мысалы, мына жүрегіңде не бар, соны балаға беруге болады. Оңай болады. Әрі оңай болады. Сол үшін айтайын деп отқан бірінші кезекте осы адам бірінші сіз салада мақұл басқа сабақтан болсын, мынау тарихтан береді, біреу басқа сабақтардан береді, психологиядан береді, басқа береді. Мына жүрегінің ішінде өзінің соңғы сүйетін мамандығына бармаса адам олар тыңдамайды. Мысалы, сіз тарихтан беретін болсаңыз, мысалы тарихшы кәдімгі тарихшы болу керек. Барлық жаңа библиотека кітапханаларда барлығын меңгеріп, абайдың жаңа қара сөздердің бәрін жатқа білетіндей сондай тарихшы болса, онда ешқандай не жоқ. Сол сияқты біздің де мамандықта сондай болу керек. Өйткені егер де өзің мысалы өзіңде ешнәрсе жоқ, келіп есімі жоқ, басқа жоқ, келіп металдан проблема жоқ, ол теоретически сабақ бересің, ал практически никак болмайды. Өйткені сіздің өзіңізде жүрегіңізде сондай нәрсе болу керек. Жастарға айтатын ақыл енді барлығы айналып келгенде осы қолөнерге қатпаған іс жоқ. Мысалы, біреулердің мысалы юридический несі болады. Олар ертең сол бағытта кеткен дұрыс негізі. Ол әңгіме ақшаға емес, мына жүректің ақылын, мына басын ақылын толтыру үшін мына да бар. Ал егер сол жаңа юрист барып ана жерге оқуға түсіп, өз күшімен, өз несімен барып түсіп, ертең содан диссертация жасап, содан үлкен не болатын болса, халыққа қызмет жасайды, содан тарихқа қызмет жасайды. Сонда сол адамның шын қандай екенін Қазақстан мемлекеттің өзі білетін негізі. Ал бізде мұғалімдерді айлық алып жүрсің ғой, анау деп қайтады. Мен айлығым бар, мен жаңа көрсеттім ғой, сол сандық жатыр менде. Әңгіме ол емес, әңгіме мына балдарды жол сап беру керек. Ол жол сап беруден арнайы өзі кетеді. Ешқайда не жоқ. Қайтып келу де мүмкін ертең ол. Мысалы, басқа жаңа нені алады, мысалы, қайтып келеді, барып қайтып. Мен қолымда бітірді, барып скульптураны бітірді, қайтып келіп, менен тағы да бір нәрселерді сұрап, мына инструмент, оларға да кеп қалады. Көмектесемін бір болса. Ол көмек деген нәрсені аямау керек. Қандай адам болсын. Дұрыс қой. Дұрыс, керемет.